ұқсап отыр. Өзі сізге не болған өзі? Өртенгенсіз ба, или таяқ жегенсіз ба? Балалармен кафеде отқанбыз ғой. Кафе бірден өртеніп кетті. Өрт сөндіргіштерге өшіріп, сулар таусылып қалғаннан кейін менің үстімді күрекпен ұрып өшірді. Ой, бля, оның бәрін бегу керек ет, бегу керек ет, бегу керек ет. Ой, бля, Мәке, қалайсың, Мәке? жақсы өздерің қалайсыңдар? Нормально. Қалай барып кеттіңдер кеше? Нормально, 1 сағатта кіріп келдім Шымкентке. Енді қыстың өзі қырауда жай жүріңдер, жол мұз абайлансаңдаршы. Смело, Мәке опыт бар ғой. Қанша опыты барлар кетіп қаладыр я. Дұрыс айтасың, Мәке. Бұлар күнім суып кеткен, бірақ вообще болмайды, Мәке. Не қылды? Машинаның есігі ашылмай бәле болғандар. Машинаның есігін проблема қылып жүрсіңдер ме? Шәугімді аласыңдар, ыстық сумен барып құйсаң, сразу ашылады ғой. Қуасыз да, я? Қалада машина тонайтын кезде жүрейінден ыстық шайне көтеріп. Соған ба? Конечно! Ой, бля, оның бәрін бейту керек ет, бейту керек ет, ой, бля. 28-й Альфонсо Педраца, 16-й. Прекрасный вот и Малкольм, выход 1-1 и 1-0 в пользу Барселоны. После передачи Малкольма забивает Филиппе Каутиньо. Сука, я сейчас вам покажу. Артуро Видаль еще... Не болды? Машинаның кілтін алып шықтың ба? Инспектор Агибаев Нургиса, нарушаем, да? Не болды, інім? Сізден перегарный шығып тұр аласыз. Документтеріңіз беріңізші. Конкретно не айтқың келіп отыр? Қазір 2020 жыл жаңа заң шыққан. Автокөлікті мас күйде басқарған автокөлік иесіне 10 жыл бас бостандығынан айырылады. Білемін ол заңды мен конкретно 2020-да жаңа жылдан бастап арақты қойған адаммын. Мен 2019-дың 31 декабрь күні 12-ге 1 минут қалған кезде соңғы рет ішкем. Так что ол мен ішкенім 2019-да. Миымды менің қатырма түсіндің ме? 2020-да ішіп алып ұстасаң, базар жоқ. Давай, басты қатырма сен. Сука. А что, так можно было, что ли? Инспектор Агибаев Нургиса. О, аға, ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. 2020-да да кездесетін күн бар екен ғой, құжаттарыңыз. Бұл құжаттарыңыз берем. Көзіңіз қызарып кетті аға. Жақсылап бір демалғастар ау деймін. Жолдас балалармен барып баняға түсіп демалып келатырмыз. Қыздар, ар бер дейсіз ғой. Жоқ, өзіміз тек балдар болып парить етіп. Парилкіден кейін мұздай сыра, шарап, марап қой, а? Жоқ, мен 2020-дан бастап шарап, мараптың бәрін қойғам ғой. Үрлей жіберіңіз ағасы. Вообще демалу деген нәрсені білмейді екенсіздер ғой. Жүре беріңіз. Немене бәле жаңа жылдан бастап барлығы арақ ішуді қойып кеткен ба? Мәке қалайсыз? Нұрғиса не істеп кеттің? Кешіп кеттің ғой. Бір-екі қыздары бар еді, барып келіп жатқан. Қыздарға бара беріп, келіннің алдына пали болып қоймайсың ба? Мойныңа засос салып жүрмейсің? Мәке, мен мойынға салдырмаймын ғой засосты. Қолтықтың астына салдырамын ғой. Қолтықтың астына? Куня, Что там? сағат істеу керек еді. Нормально, вечерге сағат тағып баратын болады. Вот па, істеп аламыз ғой. Братишка, бер келші. Ассалаумалейкум. Сағат бар ма? Сағат 7:30 болды дейді.
Мен сені уақыт сұрап тұрған жоқ. Сағат сұрап тұрмын. Жігіттер қойсыңдаршы, тапа-тамсыздар. Жігіттер қойсыңдаршы. Шешініңдер. Көттеріңді қысып жүріңдер. Айналайын қарағым-ау, қара қасың қос иықтап оралған. Айбай, нем бар еді шақыр бе, нем бар еді шақыр бе, нем бар еді шақырып, нем бар еді шақырып. Братан, тыныштық ба? Нем бар еді шақырып. Братан, не болды? Нем бар еді ана шақырып, жабылып кетті. Достарын ұрып кетті ма? Жоқ екі адам мен ерегісіп қалғам ғой. Екеуі жабылып кетті да кетіп баратқан тұғын нормально негізі. Қарасам жерде лом жатыр екен. Ломға сен қақы кетіп барасыңдар, бергеніңдер деп шақырып алғам ғой. Сосын? Сөйтсем лом жерге мұз болып қатып қалған екен. Досым, бір ауыз сөзге бола ма? Не болды? Не ғой, досым, сен $100 беріп, өте қадірлі оқыған адал жанның өмірін сақтап қалайын деп тұрсың, $100 берші. Мен арада білімді адамды көріп тұрған жоқпын, мен тәрбиелі адамды. Сен болмышсың ғой сен. Досым, мен өзім жайлы айтып тұрған жоқпын. Мен сен жайлы айтып тұрмын. Досым, қалтаңдағы ақшаң шығас. Досым. Так, Камалов. Кешегі адресте сен жоқ деді. Нақты адресіңді айтсайшы, Камалов. Господин командир, сол жерде тұрам мен. Дружный көшесі 1-ші дом, 12-ші квартира. Басқа адресім жоқ мен. Адресіңді өтірік айтқаның өзіңе жақсы ма? 2 күн болды ғой жерде жатқаныңа. Командир, басқа адресім жоқ мен. Сол басқа адрес жоқ. Сабиев, кешегі адрес дұрыстап тексердіңдер ма? Камалов тұрмайды деп жатыр ғой. Түсінікті, хорошо. Камалов. Так, сол адресте тұрам деп жатсың ғой. Сол жерде тұрам, басқа жерде адрес жоқ менде. Үйім жоқ. Хорошо, бүгіндікі боссың. Ертең қайтып шақырам. Жарайды. О, Мага, досым! Сіңе досым? Жақсы. Сен маған бір кафе қарсың не? Не үшін? Сен 2 күн болды ғой деді, участковыйлар ма, полиция қызметкерлері іздеп жүр. Берді тұрмайды деп жүргенсің ғой сен. Не болды? Қуасың ба сен не? Сен кесірінен 2 күн полицияда жаттым ғой мен. Білмейсің мен. Махамбет, мына пышақты таныдың ба? Таныдым. Айттым ғой мен саған, мойындап тұрам деп. Мен қанша адамды тергедім, барлығын мойындап тұрған мен. Командир, мен мойындап тұрған жоқ. Просто 1 апта болды ғой маған көрсетіп жатқаныңызға. Содан кейін танып жатыр. Не істеген бұл пышақты? Бұл пышақпен жауыз қатыгездер Фаза бургерге барып шаурма ұрлаған. Шаурма ұрлаған. Шымкент қаласы, ЖК Астана, Фаза бургерге келіп, қазан бургерден демос кеңіздер. Инспектор Агибаев Нұрғиса. Аға, ассалам алейкум. Қалайсың, братишка? 2020-да да ішіп ұсталатын күніңіз бар екен ғой. Ты знаешь, кого остановил? Аға, құжаттарыңызды берсеңіз.
Ты свою карьеру остановил. Аға, құжаттарыңызды беріңіз. Ей, құжат жоқ менде, қандай құжат? Өзіңіз ішіп ағасыз. Тағы машинаны жүргізіп келе жатсыз. Құжат жоқ дедім ғой саған. Автокөлікті конкретно мен басқарып келетқан жоқпын. Аға, қалай сіз басқармайсыз? Міне мынау басқарып жатыр. Бұл праворулька. Че там, брат? Құжаттарын тексере салу керек еді. Армения емес пе екен? Инспектор Агибаев Нұрғиса, құжаттарыңыз қарындас. Аға, мен не білдіріп қойдым? Қарындас, ана жерде қызылдан өтіп кеттіңіз ғой. Мен ешқандай светофор көрмедім ғой. Қарындас, құжаттарыңыз беріңізші. Құжат? Иә. Қандай құжат? А ол не? Қарындас, құжат деген андай 4-1 ішінде сіздің сүйретіңіз бар. Сол құжаттарды беріңізші. Тоқтай тұрыңыз. Сол менде бар. Қазір көрсетемін сізге. Қарындас, полицияда істеймін деп айтпайсыз ба? Жүре. Братишка, ана жаққа кіресің, мәкеңнің дейсің, ақша бер жүреді. Бар. Екінші точкада нормально ақша беріп жүреді. Өзің кіріп шық. Болды, түсінікті мәке. Не болды? Бермеді, братан. Я охренели, бля. Ойбай, мәке. Не болды? Есірген екен олар. Көттерін айырам олардың қазір. Кішкентай болып жаман өйлесе деген анау, Иә, жаман дейтін оларға. Мәкең айырады оларды. Не болды, мәке? Нұрғи, бас! Балдар жинаймыз ба? Қайдағы балдар, опорныйға бас, заявление жазамыз. Бізге тең келетіндер жоқ қой. Тағма отыр, әй тағма отыр. Қолына кірсе құлатта тағма отыр. Мұнда өтшек кетсің. Айталым, айтпай қалай. Қалай, братишка? Жақсы. Владимирский централ ветер северный. Жаңа өлең айта берсей. Саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам. Ей, братишка, бергеш. Ассалаумалейкум, братан. Қалай жүрді? Жақсы. Ақша бар ма? Жоқ, братан, ақша. Шығысы қалтаңда ақша бар не? Братан, ақша жоқ. Е, тұрсын, не қашып тұрсың? Курткаң шеш онда. Братан, куртка группаласын бекет. Тимей ақ қойшы, братан. Шалбарың шеш онда. Братан, бірақ шалбарым бар. Өтініш. Немене білесің сен, еш? Болмаса ана жерге дейін арқалап апарып тасташы мен. Братан, қойшы, братан. Ауыр есім, белім ауырып тұр, братан. Құры. Қолыңнан түк келмейді екен ғой. Ал құрметті әріптестер, бұл тақсамда әкімшілігіміздің рейтингі өте жоғары болды. Осы қарқынмен жұмысымызды жалғастырамыз. Кімде қандай сұрақтар бар? Сұрақ жоқ. Нұрғиса, сен не істедің? Аттестацияны тапсырдың ба? Аттестациядан өтамай қалдым, әке. Не болды? 6 ай дайындалып кел, қайтып тапсырасың деді ғой. Мен сені әкімшіліктің замы қылайын деп жатырмын ғой. Жөндеп тапсырмадың ба? Енді қазақтың 3 биі деген сұрақ келді. Қамажай, қара жорға деп жаздым. Үшіншісі есіме түспей қойды. Тестке дайындалып бару керек қой. Қызыл өрік деп жазасамадың ба? Ағай, қызыл өрік деген қырғыздың биі ғой. Ақмаржан деп жазу керек еді. Осы жетпей тұр еді.
Инспектор Агибаев Нұрғиса, қарындас құжаттарыңыз. ағай сіздің жетоныңыз жоқ қой, неге тоқтаттыңыз? Зато қарындас сізде страховка жоқ қой, құжаттарыңыз беріңізші. Ағай, бір жолға кешіре салыңызшы енді. Менің де бір көмегім тиіп қалар. Ой, сіздерден дым пайда жоқ, қарындас. Ағай, мен английский, китайскийден сабақ берем. Жақында ғана Қытайдан ауысып келдім. Қытайдан? О, шеше. Ағай, Кете беріңіз, кете беріңіз. Бізге келетіндер жоқ қой. Тағма отыр, ей тағма отыр, қолына кесе қуатта. Добрый день, уважаемые друзья! У нас в Алмате снег. У нас в Алмате снег, день прекрасный. Там-парам-пам-пам. У нас все хорошо, что было. Снектеріңе бәле болды ғой. Бізде Тұрсынбек ағамыздың челленджін қабылдадық. Алматы в тренде. Қар күреу челленджі. Давай, Тримс. Вот снег у нас. У нас снег. включай настроение на люкс. Саламатсыз ба, қарындас? Центральный парк 500. Отырыңыз. Қараш-қараштан, нанай-нанай-най. Ағай, өшіре салыңызшы ана өлеңді. Ой, әжептәуір өлең ғой, настроениені көтеретін өлең ғой. Онда мен ана жерден түсіре салыңызшы. Жарайды. Рахмет ағай. Сау болыңыз. Ей, нанай-нанай-най. Сорлай, соны өшіре салғанда ештеме де болмас еді. Келін болып кеттің алай лайлы. Бастаным мәнің, басқаны жаным. Қалай болып жатыр екен, братан, не болды сонша уайымда? Еркек қой, нормально болады бәрі. О, шықты не, братан, шықты. Айттым ғой, нормально деп. Че там, қалай отырып шықтың? Нормально, брат. Не болды сонша мұңайып? Бұрында отырып тастай салу көреді, братан, қашып жүрмеше. Бәрі жақсы, жүр, нағашыларына барып көрінді жинақ қайтайық. Ұрады екен ғой, братан, вообще. Жаман. Неге кешіп тастадыңдар? Әдем бол, өшік білді